Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар және ұстаздар. Мен Алматы облысы Талдықорған қаласы дарынды балаларға арналған 3 тілде оқытатын номер 20 арнаулы лицейінің математика пәні мұғалімі Шынжырбай Ұлқар. Менің бүгінгі сіздерге көрсететінім қашықтықтан білім беру барысында геогебра бағдарламасын пайдалану арқылы геометриялық фигураларды салу. Бұл геогебра бағдарламасында мен сіздерге ең алдымен кесінді арқылы бұрыштарды өлшеу және сол бұрыштар арқылы үшбұрыштарды қалай салу керек екенін көрсетемін. Ең алдымен біз кез келген екі кесіндіні, екі нүктенің арасындағы кесіндіні белгілеп алайық. Енді осы кесінділер арқылы біз бұрыштар салайық. Б, А, жәнегі келесі бұрышымыз қанша градус болатын, оны өзіміз белгілей аламыз. Мұнда тұрған 45 градустың орнына біз кез келген бұрышты жаза аламыз. Осы 45 градус бойынша өлшесек, окей батырмасын бассақ, бізде 40-45 градус бойынша Б штрих төбесі шығып тұр. Енді біз осы нүктелердің арасын қосатын болсақ, бізде үш бұрыш пайда болады. Енді осы үш бұрыштардың бұрыштарын өлшейтін болсақ, бұрыш деген батырмасын басу арқылы А, В штрих, В-ның арасы біздегі бұрышымыз 67,5 градус бұрышты береді екен. Енді келесі В штрих, В және А бұрышымыз бұрыштық өлшемі бізде тура солай шығып тұр. Енді келесі біз бұрыштарын өлшеп алдық. Енді біз осы төбелердің арасындағы кесінділер немесе осы үш бұрыштың қабырғаларын өлшейтін боламыз. Олай болса, осы бұрыш батырмасының астыңғы жағында аралық кесінді деген батырманы бассақ, А мен В-ның арасын басайық, бізде 4 сантиметр шығып тұр. Тура осылай басқа да қабырғалардың арасын қосып басатын болсақ, сол қабырғаларының біздегі ұзындығы шығатын болады. Бізде осы үш бұрыштың бұрыштарын және қабырғаларын өлшеп тапқанымыз сияқты 4 бұрыш болсын, 5 бұрыш болсын, кез келген фигураның тура осылай бұрыштарын және қабырғаларын біз осылай өлшеп таба аламыз. Келесіде біз кеңістік фигураларын қалай сызамыз, соған келейік. Біз осы геогебра бағдарламасындағы оң жағындағы мұндағы фигуралардың суретін үстіне бассақ, мұндағы үш нүктенің батырмасы бар. Осы үш нүктенің астында үшті форматы жазуы тұр. Осыны басатын болсақ, бізде келесі түрдегі терезелер бізде көрінетін болады. Енді осы кезде біз қандай фигуралар салғымыз келеді? Ол үшін бізде жоғары жағында кеңістік фигуралар тұр. Соның ішінен біз кез келгенін алайық. Мысалы, мен конусты алайын. Конусты алатын болсам, конустың біз ең алдымен табаны шеңберді құрайтын болғандықтан, шеңбердің тура центрінен биіктігін белгілеп алайық. Мысалы, мен биіктігін 5 сантиметр деп алатын болсам, 5-ке дейін алатын болсам, радиусы қанша сантиметр екенін бұл жерде және де өзіміз жаза аламыз. Ең қолайлы жері. Біз радиусын 3 деп алуға болады, 4 деп алуға болады. Кез келген шамада ала аламыз. Мен радиусын мен 3 деп алайын. Окей батырмасын басамыз. Бізде радиусы 3 болатын конус сызылып шықты. Біздегі табанындағы шеңбердің қандай екенін, қандай радиусы, қандай мөлшерде екенін мына 2D форматты түрде мұндағы шеңберден көруге болады. Әрі қарай біз осы кеңістік фигурамыздағы конусты біз тек қана бір жақ бетінен көре алып отырмыз.
біз бұл конусты төбесінен, астынан, жан жағынан көргіміз келсе, жоғары жағындағы айналдыру батырмасын басу арқылы конусты айландырайық. Төбесінен көрейік, жанынан көрейік, қай жағынан көргіміз келеді, және табанның астынан көрейік. Бізде қолымызда ұстап тұрған сияқты біз қалай көргіміз келеді, солай көре. GeoGebraның ең жақсы қасиеттерінің бірі осы. 3D форматты түрде қандай фигура болмасын, жан жағынан көре аламыз. Біз ары қарай осы конустың қимасын қалай сызамыз, соны көрейік. Жоғары жағындағы біздегі перпендикулярлық қимасын қалай сызамыз. Тура сол батырманы басқаннан кейін барып, центріндегі радиусты басып, біз табанына параллель жазықтық сызып алдық. Келесі, енді табанына перпендикуляр жазықтық саламыз. Ол үшін перпендикуляр батырмасын басқаннан кейін центрінен радиусына қарай белгілеп алатын болсақ, бізде өздеріңіз көріп отырғандағыдай, міне табанына перпендикуляр жазықтық сызылып тұр. Табанына параллель жазықтық және табанына перпендикуляр жазықтықтарды біз сызып, конустың қимасын біз көре алып отырмыз. Осылайша GeoGebra бағдарламасымен жазықтық және кеңістік фигураларын қалай сызамыз, қалай өз пайдамызға қолдана аламыз, мен сіздерге барынша түсінікті етіп айттым деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.